Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Еліміздің оңтүстік астанасы Алматы шаһарында кеше митинг өтті. Барлық митингке жиналушылар Украинадағы соғысқа қарсы болуда. Қарасы 5 мыңдай болатын адам наразылықтарын білдіріп, Ресей президенті Владимир Путиннің атына түрлі балағат сөздерді жазып алып плакаттарды алып шықты. Ондағы жазуларда Путин хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың деген жазулар да бар. Алматы қаласының Сарыарқа кинотеатры артындағы скверде Украинадағы Ресей басқыншылығына қарсы рұқсат етілген митинг осылайша өтті. Бейбіт жиын Қазақстан мен Украинаның мемлекеттік гимнін орындаудан басталған болатын. Алаңға 3 мың мен 5 мыңға дейінгі адам жиналды деп хабарланды. Скверде бос орын табу тіпті мүмкін болмаған. Көпшілік Украинаның туын өздерімен бірге ала келген екен. Адамдар Ресейдің Украинадағы басқыншылық соғысын айыптайтын сөздер жазылған түрлі плакат жазуларын көшелерде желбіретіп жүрді. Ондағы Украина соғысқа жол жоқ, Слава Украина, Путин, кет, Тоқаев үнсіз қалма деген ұрандар жазылған. Украинаны қолдау туралы Қазақстанды Еуразиялық экономикалық одақтан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымынан шығуға шақырған үндеулер де болды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Украинадағы соғыстың біздің елімізге әсері қандай болмақ? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.